Ой, тұрайын. Ана көрші магазиндер жалмаңдап бірден магазиндерін бірден ашып қойған шығар. Ой, әшкиімді киіп, ақшамды санайыншы. Бар. Неге клиенттер келмей жатыр? Мына адамдар да қарызын төлемей кетіпті. Қарашы, сандуғаш 1700 теңге қарыз, Ғазиз 7700 теңге қарыз. Осылар қарызын төлемейді бір. Мына клиенттерді күтіп шаршап кеттім ше. Ақшаммен ұрып қойыншы наларды. Өтпетсін. Bir bağırsak yapalıyız. Осы мен бауырсақтарым свежий ше. Күшті. Қой, су ішкенше шай ішіп алайықшы. Ғазиз, көрші магазинге барып қайтшы, я. Таң азанмен ет ашып алады, ол ақша бер жалмаңдап. Ғазиз, бар да бауырсақ алып кеш, қарызға жаздыртып қойсын. Яма, берет, мен сұрап жатыр десең, берет, яма, барып қайт. Мама, қайда ма? Магазинге бара жатыр, көрші магазинге. Маған бір бауырсақтан қарызға бересің болса, мынандай бауырсақтан бермеймін қарызға. Мамаңнан барып ақша сұра бірінші. Болмаса ақша жоқ болса, бар кет болмаса. Онсыз да қарыздарың толып жатыр мына жақта. Бар кет. Осылар қуа дей бір. Ғазиз, бауырсағың қайда? Жоқ, апайма ұрысты ғой. Ұрысты? Ең соған ыржаңдап келіп тұрғаның не? Ұрысса адам күлесін ба? Берес. Ақша берді тұр ғой маған. Ақша бер дейді. Енді дәптеріне жаза салса не қылады? Бір саудасын жүргізейік десек, ол апайда бір бере салса не қылады? Бір түйір бауырсақ қой. Баршы енді мен ана кошелегімді алып келші бар. Ішінен ақша алып барып қайтайық енді. Шай ішейік та, қарнымыз ашып кетті ғой. Аяулым апай, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Жаңа сізге ұлымды жіберіп едім, бір түйір бауырсақ алып кеш деп бір пакет. Соншама ұрысып бергеніңіз не, Оля? Қарыздарыңды төлей алдым мен. Төлейім, апай. Не ақшасы жоқ деп тұрсыз ба? Міне ақшам жетеді. Просто жаңа баламды жібергесінде көп ақшаны бермей-ақ қояйыншы деген ғой. Апай, не бар магазиніңізде? Міне сүт бар, ұлдарыңа машина бар, перчатки бар. Алсайшы. Аламыз ғой. Бірақ төлеп кетесің. Жетеді ақшам, жетеді, берем, апай. Не болды сізге? Ойбай, Аяука апай, құрсын, қане бауырсағыңыз? Мәні тұрып қалған бауырсақ қой, басқа бауырсақ жоқ па сізде? Ой, неше күннен бері тұр ғой, алған жоқсыңдар ғой осыны. Енді соны саудаңызды жүргізейік деп келсек, не бар магазиніңізде? Бар, не бар екен? Сүт бар екен. Ойбай, қыздардың да заттары бар екен, не? Мұнаның ішінде сенің ғана қарызың толып тұр ма? Ойбай, қоймадыңыз ғой, қане ашып көрсетіңізші қарызымды. Төлеп кетейін. Міне? Не дейді? Сандуғаш 17.000 теңге дейді. Басқа адамдардың да қарыздары жетіп жатыр екен ғой. Неге маған бермейсіз? Мәңізші, алып қалыңыз ішінен ақшаны, қарызды есептеп. Ойбай, апай, неге ұрасыз баламның? Жайма сіздікі, апай. Неге ұрасыз баламның қолынан? Мен ұрлап кетейін деп отырмын. Ұрламайды, не бізді ұрлықшы көріп тұрсыз ба? Ақшамыз бар. Қайда кетті жаңағы ақшамыз? Дачемді қайтарыңыз. Соған сатып аламыз. Ала ғой балам. Жаным мен баламды. Ойбай. Қызғанатқан жоқпын. Сізде сол ақша үшін отырған жоқсыз ба осы жерде? Ұрып тасташы, Исмаил. Беріңіз бір варниді. Бір варнидің өзі 5 теңге. 5 теңге тұрады? Жоқ, бұл ма? Ол 5000 бір теңге. Ойбай, апай, сіздің бағаңыз отырған сайын немене ойдан шығарып отырсыз ба? 5500. Жоқ, 500 теңге ма? 500 теңгеге алыңыз. Исмаил, ала ғой.
біреуін алып кетсе ғой. Үйге бара берші, бар мен қазір апаймен сөйлесейін. Бір бар не әкеле ғой. Бара бер сен, бара бер үйге. Үйге бара бер. Ма, ала бер. Қазір төлейміз ақшаңызды. Не болды соншама? Асығып тұр едім мен, кетуім керек. Ақшамды қайтардыңыз ба? Толық. Неге 1000 теңге қайтарғансыз маған? Өзіңіз ғой 500 теңгемді қайтарыңыз деген. Сдача сізге 1000 теңге. Вообще сіз сауда жасай алмайды екенсіз. Неменеге отырсыз? Мен сіздің үстіңізден арыз жазам, түсіндіңіз ба? Жаза алмайсыз. Мен сіздің үстіңізден арыз жазам. Менің қарыздарымды төлемей кеттіңіз. Ей, шық! Қаш, Ғазиз, қаш. Ұрып тастайды бұл кісі. Не болыпты? Бала сізбен қалжыңдасып ойнап жатыр. Мәңіз ақшаңыз. Мұрт тастайын ба ақшаңыз? Мұржа беріңіз, ол енді менің ақшам емес, сіздің ақшаңыз. Так, не бар? Мына перчаткаден салыңыз маған тез. Тездетіңізші бол, асығып тұр едім, кетуім керек. Пакет жоқ. Мама, ужас. Алдыңызға қойып қойыңыз. Сөр, мама. Бір со бауырсақты пакетімен есептеңіз. Так, сосын мына неден ала салайын. Мазалай бермеші, Исмаил. Мына апаймен сөйлесіп жатырмын мен. Мынаны ала салайын. Мынау 200. Иә. Ой, жоқ. Иә. Маңыз. Мына салфеткадан беріңіз. Сосын бір лактель сүт қосыңыз. 7000 вообще. Мынау 500. И мына нені қосыңыз, тряпка. Мына осы жақсы, иә, апай, иә, стекло сүрткенге. Мынау 500. Иә, жақсы екен, арзан екен сол. Рахмет, апай. Апай, қарызға жазып қоясыз ба? Есептеп жатырмын мен жай. Есеп, дәптерге жазатқанға ойлағам ғой, қарызға жазып қояды екен деп. Күйеуім келді, мен кетуім керек, апай. Сосын есептей бересіз, апай. Тез кетейінші. Бермеймін затын. Беріңіз, апай. Бермеймін. Беріңіз, апай, сіз не күле бересіз? Сау болыңыз. Затыңыз төгіліп қалды, оны есептемеңіз, апай, сіз тастаңыз, мен кеттім, асығыспын. Достар, біреу келіп тұр. Мама, достар, полицейский мен жаңа магазинші апай келіп тұр. Достар, не істейсіздер ма, достар? Мен қорқып тұр, мен жазаттардың бәрін ұрлап кетіп едім. Мен ше жаңағы апайға қатты ерексіп ашуланам деп. Мә, Исмаил, магазинші апай, естіп тұрсың ба? Полициямен келіп тұр, не істейміз? Қазір. Не істейміз, Ғазиз? Ашылды есік, сәлематсыз ба? Не? Өтірікке сәлематсыз ба деп қалдым. Бер затыңды. Ой, бір қоймаған нес. Апай, бере тұрсаңызшы. Жоқ. Бір ертең қайтарамыз ақшаңызды. Сендер ертең қайтарамыз, ертең баланың ақшасы түседі, ертең айламыз деп қоймадыңдар ғой, бер затыңды бол. Иә, ала беріңізші. Алып кетіңізші онда. Тезетіңізші, мен асығыстым бір жерге кетуім керек еді. Мәсті, ұялмай алып кетіп жатыр ғой, жанашырлық жоқ, ұят жоқ, осындай адамдар. Аяп кеттім сені. Беріп кетесіз ба? Иә. Рахмет көп сізге. Сау болыңыз, магазинші апай. Иә, сау болыңыз. Рахмет. Иә, сау болыңыз, апай. Ертең келесіз ғой, жақсы. Бірақ затыңды ұрлап кетпе. Енді ұрламаймыз, апай. Рахмет сізге көп. Мейірімді екенсіз.